Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай табан тоқимыз. Кенеттен табан тоқимыз. Бұл бізде 1 аймен, почти 1 жасқа дейін әр баланың табаны әртүрлі ғой енді. Ол үшін бізге крючок 2,5 мм, қайшы және жіп. Енді бастаймыз. Ол үшін басын осылай түйіп аламыз. Енді 12 петля цепочка тоқимыз воздушный петлямен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 тоқып алдық. Енді екінші қатарда біз 1 петля жоғары көтереміз воздушный петлямен. Енді 8 петля тоқимыз. Воздушный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына жерде бізде 4 петля қалды. 3 петляны с накидом тоқимыз. 1 накидпен. Біреу накид іліп аламыз. 2 накид іліп аламыз. 3. Енді мына соңғы петляға 7 накидпен петля тоқимыз. 1, 2, 7. Енді дәл осы реттегідей мына жаққа тоқып шығамыз. Мына соңғы петляға келгенде дальше айтамыз. Міне соңғы 7, міне 8. Енді соңғы петляға 3 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Міне біріктіреміз. Келесі бір воздушный петля, бізде уже 3-ші ряд. 3-ші рядта біз 10 воздушный петля без накида, без ничего тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді накидпен біреу тоқыдық. Қалған рядтың бәріне соңғы неге дейін 2 петляны тоқып шығамыз. Мынаған 2 петля, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мына бас жағына, мына жерге келгенде 3 петля тоқимыз. Қазір біреуін тоқып аламыз. 1, 2. Мынау ең басындағы петляға 3 накидпен тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Енді қалғандарына 2 накидпен, с одним накидом, столбик тоқып өтеміз. 2, 1, 2, 1, 2. Енді мына жерге біреу тоқимыз. Ары қарай только воздушный петля тоқып өтеміз. 10 воздушный петля, соңына келген кезде тағы да түсіндіремін. Міне 9, соңғы 10-ші петля. Енді бізде мына жерде 3 петля болған, сол әр 3 петляға 2-2-ден воздушный петля тоқып өтеміз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Және соңғы петляға біріктіреміз. Енді бізде уже 4-ші айналым. 2 петля жоғары көтереміз. Осы жерден. Дальше осы накидпен бірге, столбик с накидом, біз тағы 10 петля тоқымыз мына жерге дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Енді мына жерде біз чередовать етіп оқимыз. Анау петляға бір столбик с накидом болса, екіншісіне 2 столбик с накидом кетеді. Үшіншісіне біреу кетеді столбик с накидом. Уже төртіншісіне екеу кетеді. Бесіншісіне біреу кетеді. Алтыншысына екеу кетеді деген сияқты ары қарай чередовать етіп тоқи береміз. Мына жерде қалай тоқсаңдар, енді мына жақта дәл солай соңына дейін тоқып өтесіздер. Мына жерге дейін уже 10-ші петля. Бұл жерде де дәл солай чередовать етіп тоқимыз. Екіншісіне 2 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу. Мына жерге қатарынан 2 тоқып өтеміз. Біреу кетті. Екеу кетті. Мына жерде біреу. Сонымен мына жерге біріктіреміз. Оп-оңай бізде подошвамыз тоқылды. Мынаны шығарып, жіптен оның ішіне кіргізе саламыз. Мінекей.